Ильяс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Басталды әңгіменің былай басы, болды оған 70-80 жыл шамасы. Арқада Ерейменді мекен еткен, Керейде Сағынайдың болып тасы. Қыстай баптап құлагерді, Осастың дақпыртына ахан келді. Мінгізіп бәйге бала жайтаңдатып, аулына ас бергеннің тақау келді. Өр әлеумет жараңдар, көмбедегі адамдар, маған құлақ тігіңдер, келген атты біліңдер, айтайын қайсы біріңді, жиылды жүйрік жиылды. Ат қайтты әлденеше 10 шақырымнан, көп атты қайырмады жақын бұдан, жөнелді түтіндетіп 1300 ат, шам кетті көкке шапшып сапырылған. Жер бетін қағып ұшқан құстай шүйгіп, адақтап барған сайын шықты жүйрік. Төртеудің 1300-ден мойын озып, құлагер келе жатты тістеп құйрық. Суық қол оқтан ұшқан тастан қатты, ол өткір Аспаханның көк болаты. Қызғаншақ қиқар кесел ұрыншақ өр, қаскүнем қара көңіл жаман таты. Сап етіп бірден кедей кеп ұрынды, бере-бер балам бері шылбырыңды. Жанасып құлагерге қалғанында, сақ етіп айбалтасы құлан ұрды. Құлагерді өлтіргенде алдым несін, әркімнің тәңірім берген несібесін. Қас қылған жануарым құлагерге, жауызға бар тілерім өлім берсін. Жолдар ақан серінің ғана тілегі емес, қара ниет жауға деген бүкіл халық қарғысы деп ұқсақ болады. Құлагер өлеңі бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған, мұнда әділетсіздікке деген ақан серінің жан ашуы жатыр. Ат өлімі жүрегіндегі ашу ыза кекті тұтандырып, намысын жани түскен.